Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. ұбт тест талдау екінші нұсқа Қазақстан тарихы екінші сұраққа жеттік. Екінші сұрақта мынау екен, яғни ұлттық мерекелердің ішіндегі ең басты мейрам дейді. Жалпы енді бұл жерде екі мерекені ұлттық демей ақ қояйық, яғни діни мерекеміз деп айтайық. Ал қалған үшеуі ұлттық мереке. Енді кеттік, тоқталайық. Біріншісі наурыз мейрамы. Наурыз мейрамы ежелгі заманның қалыптасқан жылды бастау мейрамы, яғни сол уақыттан бастап бізде жылды бастаймыз, яғни қазіргі таңда енді қаңтар айынан бастап есептеп жүргенбіз. Yani Григорий күнтізбесі бойынша енді қаңтар айынан жыл басталса, жалпы қазақтың ежелден бері yani түрік халықтарында жылдың басы осы наурыз айынан басталады, иә. Ол не үшін? Наурыздың 22-сі күні бізде күн мен түн теңеліп, ары қарай күннің ұзаруына байланысты, иә. Енді наурыз мейрамы шамамен қалыптасқанына байланысты 3000 жылдан астам уақыт өткен болатын. Себебі ұбт-та осыған байланысты бір сұрақ бар. Наурыз мейрамының пайда болғанына қанша жыл болды деген, қателеспесем осындай сұрақ болу керек. Оған 3000-нан астам деген жауапты дұрыс деп белгілеп жүрген болатынбыз. Демек, қазақ халқы үшін ең маңызды мейрамдардың бірі, ұлттық мейрамдардың бірі, соның ішінде наурыз болады екен. Яғни тікелей бізде дұрыс жауап А варианты. Одан бөлек қалған мейрамдарға тоқталайық. Ол қандай мейрам екенін білу өзіңіз үшін маңызды. Айт мейрамдары. Айт мейрамдары мұсылмандардың ұлы мейрамы, яғни біздің діни мерекеміз. Ислам дінінде екі айт мейрам бар. Біріншісі ораза айт, екіншісі құрбан айт. Ораза айт ол бізде ораза біткеннен кейін болатын мейрам, яғни 3 күн қатарынан тойланады. Және ол ораза аяқталғаннан кейінгі айт намазын оқу мына жерде парыз деп қойған, негізгі үкімі парыз, уәжіп болып келеді. Одан кейін құрбан айт. Құрбан айт ораза айттан кейін 70 күннен кейін болады. Ол уақытта бізде Зулхиджа айында қажыларымыз қажылыққа барады. Және сол уақытта соңғы жағында Алла тағаланың әмірімен құрбандық шалу біздерге уәжіп болған тоже. Енді парыз деңгейіне дейін жеткілікті, парыз деңгейіне дейінгі деңгей ғой, яғни айтқан кезде. Демек, екі айт намазы түсініп себебі ол бізде діни мейрам болып қойды, яғни барша мұсылман халықтары үшін тойланады. Одан кейін сабантой және қымыз мұрындық дейді. Сабантой, сабан дегенде шөп туралы екен түсінікті, енді оған тоқтайық. Сабантой ұлттық салт-дәстүр ішіндегі жомарттықтың, қайырымдылықтың, ынтымақтастық, еңбексүйгіштік, елдің тағы бір қырын көрсететін еңбек мерекесі. Жалпы бұл кезде сабан жиналып болғаннан кейін өткізеді, яғни күздің кезінде, яғни шөп жиналып қысқа дайындық мақсатында өткізілген. Жалпы сабантойда мейрам ретінде тойлап өткізген, күрес, ойын сауық, ат жарыс деген секілді дүниелер болған. Яғни бұл жерде халық егіннен кейінгі бір демалу мақсатында, өздерін сергіту мақсатында табылған мейрам екен. Одан кейін қымыз мұрындық, бұл енді алғашқы биелердің қымыз берген уақытында, яғни сау мал дейді, соны ішу мақсатында қолданылған алғашқы мейрам. Және бұл жерде негізгі ниеті қымыз көпке бұйырсын деген тілекпен дастархан жайылып бата жасалады дейді. Демек, екі жауап жасай берейік. Енді жалпы қазақ үшін ең маңыздысы, ұлттық мейрам ішіндегі ең басты мейрам ол бізде наурыз мейрам. Енді не үшін түсіндіріп жатсыз деген сұрақ болмасын, себебі біз өзім үшін де тұрақтылық маңызды, 1-ден 15-ке дейінгі сұрақтың бүкілін талдаймыз. Ол жерде мына сұрақ жеңіл, бұл сұрақ талдамай кетпейміз дейтін нәрсе жоқ. Бүкіл сұраққа жеке-жеке ақпарат беру, бәлкім біреулеріңіз үшін білім болар, бәлкім біреулеріңіз үшін қайталау болар. Яғни өзім үшін де сәл де болсын білімнің, яғни қайталау анасы дейді. Жалпы осы, егер сұрақтар болса, комментарий жазып кетіңіздер, байланыс нөмірлері көрсетілген астыда. Одан бөлек